15-ші тақырып, 15-ші дәріс әлеуметтік өзгерістер. Әлеуметтік өзгерістерді зерттеудің әлеуметтанулық перспективалар. Әлеуметтік өзгеріс бұл әлеуметтік құрылымдардың немесе институттардың уақыт өте келе айтарлықтай түрлену не қайта құрылымдану сияқты процесс. Әлеуметтік өзгерістің әулеті үш көзі: ұжымдық мінез-құлық, әлеуметтік қозғалыс және технологиялар. Әлеуметтік қозғалыстар бір-бірінен қатты ерекшеленуі мүмкін. Кейбіреулері қоғамды өзгерткісі келсе, енді бір адамды өзгертуге тырысады. Бір топ экстремалды, мысалы қарулы қарсы тұру немесе жарылыс күші бар отты қару қолдану әдістерге сүйенеді. Тағы бірі заң шығарушыларға ықпал етуге немесе білім беру кездесулерін ұйымдастыруға көп күшін жұмсайды. Бұл арада реформистік қозғалыстар, олардың қатарында жануарлардың, азшылық топтардың, әйелдердің құқығын үшін күресушілер белгілі бір деңгейде қоғамды өзгертуге ынтайлы. Ал революциялық қозғалыс қоғамды түбегейлі өзгерткісі келеді. Мысалы, Талибан ұйымы Афганистанды теократия құру үшін күресі. Ұжымдық мінез-құлық сияқты әлеуметтік қозғалыста қалыптасқан жағдайды өзгертуге ұмтылады. Салыстырмалы депривация теориясына сәйкес, біз қолдағы барымыздан көбірек нәрсеге ие болуымыз керек деп санаған кезде, әсіресе ол әділетсіз әрекеттердің нәтижесі болды деген ойға келгенде, қоғамдық қозғалыс туындайды. Депривация айырылу, жоғалу деген мағынаны білдіреді. Субъект талпынатын, бағаланатын күй мен нақты күй арасында сәйкестікке байланысты пайда болатын риза болмау күйі. Салыстырмалы депривация топ көлемінде жағдай жақсы тұлғаларға қарағанда өз әлеуметтік жағдайын нашар деп санайтын жеке тұлғаның сезімдері мен түсініктері. Біздің не күтетініміз басқалармен салыстыру арқылы немесе өткенмен салыстыру арқылы анықталады. Салыстырмалы депривация теориясы бойынша әлеуметтік қозғалыстар адамдардың сұранысы мен алған марапаттар арасында аса үлкен айырмашылық болған жағдайда туындайды. Негізгі екі сыни көзқарас бар. Әлеуметтік қозғалысқа қатысушылар өз тобының ең үздіктері болды. Мысалы, 2001 жылы халықаралық сауда үйін қиратқан 19 террористің бәрі білімді әрі байқуатты болған. Оңтүстік Африкада адамдардың нәсіліне қарай оқшаулану қарсы күрескен ақтарды және жануарлар құқығы үшін күресушілерді айтуға болады. Келесі факторлардың бірі ресурстарды жұмылдыру теориясы. Әлеуметтанушылар үшін маңызды. Бірақ оны екі есепке байланысты сынаушылар да бар. Бұл теория әлеуметтік қозғалыстарды қоздыратын жеделдік пен наразылықтың маңызын жояды. Ресурстарды жұмылдыру немесе мобилизация әлеуметтік қозғалысқа қажетті ресурстарды қолжетімді ететін процесс. Бұл ресурстарда қару, технология, тауар, ақша және ұйым мүшелері жатады. Әлеуметтік өзгерістердің негізгі құрамдас бөліктері. Жалпы бұған технологияны атауға болады. Әлеуметтік қозғалыс арқылы адамдардың қоғамды өзгертуге тырысу. Қазіргі технология бұрынғыдай қуатты әрі қауіпті. Автокөлік пен ядролық бомбаның жойқын күші жылқы жегілген арба мен қылыштан асып түседі. Сондықтан технологиялар енгізетін әлеуметтік өзгерістерге де мән беру қажет.